Құрметті оқырмандар, назарларыңызға мерейгер автор және кітап айдарында қазақ әдебиетінің көрнекті жазушысы, ақыны, қоғам қайраткері Сәбит Мұқановтың туғанына 125 жыл толуына орай біздің қорда бар әдеби мұрасымен таныс болуға шақырамыз. 1950 жылы жарық көрген «Менің мектептерім» романы Сәбит Мұқановтың балалық шағы мен жасөспірім кезіндегі білім алу жолын баяндайтын өмірбаяндық еңбек. Бұл шығармасында жазушы қазақ қоғамының 20 ғасыр басындағы әлеуметтік жағдайын, білім жүйесін және тұрмысын суреттейді. 1951 жылы жарық көрген «Сырдария» романында Сырдария өзені бойындағы қазақ ауылдарының тұрмысы, әлеуметтік өзгерістері, жаңа өмірге бейімделу жолындағы қиындықтар мен жетістіктері көрініс табады. 1953 жылы жарық көрген «Өмір мектебі» атты кітабы жазушының өмірбаяндық трилогиясында жазушының балалық шағы, шығармашылық және қоғамдық қызметінің қалыптасуы көркем баяндалады. 1972 жылы жарық көрген 16 томдық таңдамалы шығармалар жинағында жазушының жұртшылыққа кең танылған шығармаларының жан-жақты жинағы, әртүрлі жанрларда жазылған туындылары қамтылған. 1988 жылы жарық көрген «Алтын аймақ» кітабында автордың повестер мен әңгімелер жинағы топтастырылған. Жазушының бұл жинағында балалар мен жасөспірімдерге арналған «Балуан шолақ», «Бақташының баласы» және «Асия», «Алтын аймақ», «Батыр қыз» сияқты повестер мен әңгімелері еніп отыр. 1989 жылы жарық көрген «Ботагөз» романы кеңес дәуіріндегі қазақ қоғамының әлеуметтік өзгерістерін суреттеген әйгілі шығармалардың бірі. Романда 1916 жылғы көтеріліс, төңкеріс және азамат соғысы жылдарындағы қазақ халқының ауыр тағдыры суреттелген. 2002 жылы жарық көрген Сәбит Мұқановтың мол мұрасын қамтитын кең көлемді көп томдық шығармалар жинағы. Бұл басылымда оның романдары, повестері, әңгімелері, өлеңдері, әдеби зерттеу еңбектері мен публистикалық мақалалары толықтай жиналған. Бұл жинақ жазушының шығармашылығын терең зерттеу мен оқуға мүмкіндік береді. 2006 жылы жарық көрген «Адасқандар» романы қазақ қоғамындағы әлеуметтік теңсіздік пен күресті сипаттайтын алғашқы көлемді шығармалардың бірі. Бұл роман қазақ қоғамындағы әлеуметтік теңсіздік пен таптық тартыс мәселелерді көтерген шығармалардың бірі. 2020 жылы Сәбит Мұқановтың 120 жылдық мерейтойына орай жарық көрген 10 томдық таңдамалы шығармалар жинағына жазушының әдеби мұрасының маңызды туындылары топтастырылған. Бұл басылым қазақ әдебиетінің дамуына зор үлес қосқан. Сәбит Мұқановтың шығармашылық әлемін толық танытатын құнды еңбек болып табылады. Құрметті оқырмандар, кітапханамызға келіп, ұлы қаламгердің шығармаларымен таныс болуға шақырамыз.